Ассаламағалейкум, қазақ ел эфирде жаңа уақыт, студияда Әнуар Карбозов және сурда аудармашы Бағдәулет Қожбан. Президент 33-ші жазғы Олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстан құрама командасына мемлекеттік туды тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев үздіктер бақ сынайтын байрақты бәсекеге ең мықты спортшыларымыз бара жатқанын атап өтті. Олар ел намысын абыроймен қорғайтынына сенім білдірді. Спортшылар рухтанып, аламанға аманат арқалап аттанған шарадан Асылбек Тойбек тарқатады. Бұл Олимпиадаға қатысатындар үшін жауапты сәт. Себебі байрақта халықтың асқақ рухы мен абыройы бар. Сондықтан Олимпиадаға баратын әр спортшының арманы көк туды Олимп көгінде желбірету. Жеңіске әркімнің ақ бар таласы. Кіл мықты спортшылардың ішінен суырылып шығып, чемпион атану оңай емес. Сондықтан президент сайыпқырандарға қолдау танытып сәттілік тіледі. Ел намысын қорғау абыройлы міндет. Байрақты бәсекеге ең мықты ұл-қыздарымыз бара жатыр. Біз сіздерге зор үміт артамыз. Бүкіл халқымыз сіздерге жан күйер. Әрине, чемпион болу оңай емес. Қазақта намысқа шапсаң, алысқа шабасың деген сөз бар. Сондықтан жеңімпаз боласыздар деп сенемін. Мемлекет басшысы спорт тарихында өшпес із қалдырған жеңімпаздардың еңбегі әрқашан жоғары бағаланатынын жеткізді. Дарабоздардың даңқты жолын жастарда жалғастыратынына кәміл сенеді. Ол үшін елімізде қажетті жағдай жасалып жатқанына тоқталды. Елді мекендерде арнайы алаңдар салынып жатыр. Өткен жылдың өзінде 70-ке жуық спорт орталығы ашылды. Биыл тағы 200-ге жуық нысан салынады. Баршаңызға мәлім, ұлттық олимпиада комитетінде өзгерістер болды. Олимпиада ойындарына дайындық штабы құрылды. Тәжірибелі мамандарды шақырдық. Белгілі спортшы Геннадий Головкин келді. Әр салада осындай өз ісінің нағыз шебері болуға тиіс. Сонда ғана нәтиже болады. Біз спортшыларға айрықша құрмет көрсететін еліміз. Мемлекеттік туды президент қолынан алған ұлттық құраманың капитаны Асланбек Шымбергенов қолдауды шын сезініп жатқандарын жеткізді. Париж Олимпиадасында боксшыға үлкен сенім артылып отыр. Бұған дейін Азия, әлем чемпион атанған ол лицензия алу үшін де, алғаннан кейін де тынбай жаттығып жатқанын айтады. Біз спортшылар мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаудың нәтижесінде тыңғылықты дайындық жасап, Олимпиада ойындарының жолдамасына қол жеткіздік. Ел намысын абыроймен қорғау бізге сеніп тапсырылған аса жауапты парыз екенін сезінеміз. Өзімнің атынан және ұлттық құраманың капитаны ретінде барлық спортшылардың атынан көк байрағымызды Париж төрінде желбіретуге бар күш-жігерімізді саламыз. Ал Елдос Сметов осымен Олимпиада ойындарына 3-ші рет қатысады. Бұған дейін дзюдоист Рио-де-Жанейрода күміс, Токиода қола медаль иеленген. Бұл жолы да бағы мен бабын сынауға бел буған. Қазақ елін қуанышқа толы эмоция сыйлауға үміттенемін. Және де мақсатым артымыздан өсіп келе жатқан інілерімізге үлгі болу және сол жолда аянбай еңбек етудемін. Париж Олимпиадасының төрінде көк туымызды көкте желбіретіп, әнұранымызды шырқатып, көк туымызды биіктен тұғырдан түсірмеуге, ел намысын қолдан жібермеуге бар күш-жігерімізді саламыз. Олимпиадашыларымыз бабында, дегенмен спортшылар дүбірлі додалындағы соңғы жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Сондықтан Қазақстан құрама командасының негізгі бөлігі кездесуге Алматы облысындағы Ақбұлақ олимпиадалық орталығынан бейне байланыс арқылы қатысты. Асылбек Тойбек, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы. Осы байрақты бәсекенің басталуына тура 16 күн қалды. 26 шілдеде 4 жылдық доданың алауы тұтанады. Ел қоржындағы 92 лицензияның 10-і бокстан, оның 7-і жігіттерге тиесілі. Бұлғары қолғап шеберлері 7 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Олар Сәкен Бибосынов, Махмұд Сабырхан, Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, Асланбек Шымбергенов, ағайынды Нұрбек және Айбек Оралбайлар және ең ауыр салмақта Қамшыбек Қоңқабаев. Бүгін жеребе тартылып жерлестеріміздің қарсыластары анықталды. Олар қазір қызу дайындық үстінде. Ал дзюдодан сарапқа салынған 9 жолдаманың 6-ы ерлердің еншісінде. Өзгеде жаңалықтар, үкімет басшысы Олжас Бектеновтің төрағалығымен Қазақстан Еуроодақ диалогтық платформасының 15-ші отырысы өтті. Оған Еуропалық одақтың Қазақстандағы өкілдігінің елшісі Кестутис Янкаускас пен Еуроодақ өкілдерінің дипломатиялық миссиялары басшылары қатысты.
Отырыста сауда экономикалық инвестициялық өзара іс-қимылды кеңейту әрі нығайту, көлік және логистика саласындағы жобаларда бірлесіп іске асыру мәселелері қаралды. Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту жоспарды талқыланды. Еуропалық одақ Қазақстанның ірі әрі аса маңызды инвестициялық және сауда серіктесі. Біз барлық басым бағыттар бойынша тұрақты жұмыс жүргізіп келеміз. Үкімет елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы үлестеріңіз бен қызығушылықтарыңызды жоғары бағалайды. Біз өзара тиімді серіктестікті арттыруға бағытталған ұсыныстарды әрқашанда қолдаймыз. Кешеден бастап елдегі педагогтар аттестациядан өтуге өтінім беріп жатыр. Өтініштер 12 шілдеге дейін app.testcenter.kz сайтында қабылданады. Ал қазіргі таңда елдегі білім беру мекемелерінде 500 миллионнан астам маман жұмыс істейді. Олардың көбі мектептерде сабақ береді. Бірақ әлі 5000 педагог жетіспейді. Әріптесім Қаламқас Нысанбай жалғастырады. Астаналық Нұргүл Дарифхан қызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ол 10 жылдан бері осы саланың қазанында қайнап мыңдаған оқушыға тәлім беріп келеді. Балаларға берерімнен бұрын өзімнің үйренгенім көп болды дейді. 3 рет тест тапсырған, сынақтың бәрінен сүрінбей өткен. Модератор, сарапшы, зерттеуші сынды біліктілік деңгейіне ие болған. Мұғалім деген ол үздіксіз іздену керек тұлға ғой. Мұғалім үздіксіз ізденгенде бүгінгі қоғаммен жаңағы байланыс болу керек мұғалімде. Мысалға, мен қазақ тілі әдебиеті мұғалім екен деп, мен тек қана әдебиетті оқып отырмаймын, айналада не болып жатыр, қандай өзгеріс болып жатыр, білім саласы қалай дамып жатыр, не керек дегенді ізденсеңіз, сол өзгерістерді пәнге қоса білгенде жаңағы аттестацияға дайындық деген дүние шығып келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр дәл осы мұғалімдерді аттестациялау ісін сынға алған. Себебі тест заман талабына сай келмейтін бұрынғы әдістемелерге негізделген. Президент педагогтерді даярлау мен олардың біліктілігін арттыру тәсілдерін түбегейлі өзгертуді тапсырған. Ал оқу-ағарту министрлігі педагогтердің білімін бағалайтын тест сұрақтарының 30% жыл сайын жаңарып отыр дейді. Сондай-ақ ұлттық платформа әзірлегенін айтады. Педагогтерді аттестаттау енді автоматтандырылады. Мұғалімдердің мәліметтері педагог портфолиосы модулінде жинақталады. Мұнда ұстаз туралы оның білімі, денсаулық жағдайы, жұмыс тәжірибесі, құқық бұзу деректері, аттестаттаудан өтуі, марапаттары және тәлімгерлік пен цифрлық құжаттар туралы электрондық ақпарат сақталады. Тек қана өздерінің жетістіктерін көрсететін болса аттестация кезінде, ал қазір жаңа ереже бойынша ол мұғалімнің, оқушының жетістіктерін бағалаймыз. Егер оқушының жетістіктері биік болған сайын, жоғары болған сайын, ода мұғалімнің де жетістіктері жоғары бағаланатын болады. Сондай-ақ еліміздің білім беру саласында қашаннан кадр тапшы. Мәселен, жыл сайын мектептерде 5000-нан астам педагог жетіспейді. Елде орташа есеппен 400 мың бала дүние есігін ашады. Демек, әр 6 жыл сайын білім алушылар қатарының қалыңдауына байланысты кадр тапшылығы үнемі арта түспек. Оның үстіне жыл сайын педагогикалық білім алған түлектердің 20% мамандығы бойынша жұмыс істеуге бармайды. Ал балаларға сапалы, заманға сай озық білім беру үшін мықты кадрлар қажет. Жалпы қазір елдегі білім беру мекемелерінде 500 миллионнан астам педагог жұмыс істейді. Көбі мектептерде сабақ береді. Оның ішінде 208 мың мұғалім ауылдық жерлерде еңбек етеді. Оқу-ағарту министрлігі берген ресми мәлімет осындай. 92 мың ұстаздың 30 жылдан астам еңбек өтілі бар. Осы оқу жылында білім беру ұйымдарына 37 мың педагог жұмысқа қабылданған. Соның 9 мыңы жас маман. Елімізде 7500 мектеп бар, оның 6000 ауылда орналасқан. Осыған орай білім саласындағы алшақтық жыл өткен сайын ауқымды мәселеге айналып отыр. Ал айырмашылықты қысқартудың бір жолы ұстаздың біліктілігін арттыру. Қаламқас Нысанбай, Әлихан Саттылхан, Нұрболат Әскербеков, Жібек жолы. Елде мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметкерлер мен бюджеттік ұйым басшыларына бәс тігуге тыйым салынғаны белгілі. Шектеуге 280 мың адам іліккен. Ережеге бағынбаса ешқандай ескертусіз жұмыстан қуылады. Ал әлеуметтік нысандарда және оларға жақын аймақтарда лотерея кеңселерін орналастыруға және билеттерін сатуға болмайды. Онлайн казино ұйымдастырушылар қылмыстық жауапқа тартылады. Олар 7,5 миллион теңге айыппұл төлейді, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кетейік, елімізде заңды түрде жұмыс істейтін 6 казино бар. Өткен жылдың қорытындысымен 12 мың электронды казиномен 12 жаңағы заңсыз электронды букмекер кеңселердің контенттерін бұғаттауға кибернадзор ақпараттық жүйесіне ақпарат мәліметтер енгізген болсақ, бұл жылдың өзімен осы өткен кезеңіне, яғни 6 айында біз 5800-ден астам осы заңсыз контенттерді бұғаттауға кибернадзор ақпараттық жүйесіне енгіздік. Жұрт бәс тігуден өз еркімен бас тарталады, ал оны шектеу мерзімі 1 жылдан 10 жылға ұзарады.
Яғни өз-өзіне шектеу қойған адамның 10 жыл бойы ойын бизнесіне салған ақшасы қабылданбайды. Соңғы 3 айда 150 мың адамнан осындай өтініш келіп түскен екен. Сонымен бірге 3,5 миллион адам үшін букмекерлік кеңселер мен казинолардың есігі жабық. Айтпақшы, балалар арасында энергетикалық сусындарға тәуелділер де көп. Бұл да құмарлықтың бір түрі, енді оған да заңмен шектеу қойылады. На сегодняшний день в списке 11 букмекерлік кеңседе 2 миллион шамасында ойын аккаунттары бар. Оның ішінде 300 мыңдай белсенді қолданушылар. Одан бөлек лицензиялы 9 ойын автоматтар жұмыс істейді. Жалпы былтыр құмар ойын айналымы 1 триллион 270 миллион теңгеге жетті. Оның көбі букмекерлерге тиесілі. Батыс Қазақстан облысындағы коммуналдық шаруашылықтар мен кәсіпорындарға 58 арнайы техника табысталды. Енді өңір тұрғындары ең маңызды және қажетті саланың тамырына қан жүгіріп, коммуналдық шаруашылық жұмысы жаңа деңгейге көтеріледі деп сенеді. Батыста электр бағандары мен желілері әбден тозған, ал оның материалдық техникалық базасын нығайту маңызды мәселе. Түйткілдің түйінін тарқату мақсатында жергілікті билік кешенді шараларды қолға алды. Аймақтық электр желілік компаниясына 58 арнайы техниканың сатып алынуы соның жарқын мысалы. Көліктердің 20-сы аудандарға жіберіледі. Бүгінде коммуналдық қызмет саласын дамыту үшін мемлекет коммуналдық шаруашылықтар мен кәсіпорындардың материалдық техникалық базасын нығайтуға барынша көңіл бөлуде. Бірінші кезекте арнайы техниканың құрамы жаңартылды. Осы бағытқа жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Құрметті сала мамандары, бүгінгі жаңа техникаларыңыз сапалы қызмет етулеріңізге ықпалын тигізеді деп сенемін. Су жаңа көліктердің қатарында автогидрокөтергіш, автоцистерна, фронталды тиегіш, экскаватор тиегіш, кран манипулятор, КАМАЗ, Беларусь тракторлары бар. Салада 35 жылдан астам еңбек еткен ардагер энергетиктің айтуынша, бұл көптен күткен қуаныш. Жылдан бері де болмаған жағдай деп айтуға болады. Мен соның куәсімін. Сол мына жаңағы бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, осындай үлкен арнайы техника алып беріп жатқан облыс басшылығына ризашылығымызды білдіреміз. Игілікті іс мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес атқарылып жатқанын айтқан аймақ басшысы қолдау шараларының жалғасатынын жеткізді. Ал жаңа техникалар коммуналдық саладағы қордаланған мәселелерді реттеп, апаттарды жедел жоюға жұмылдырылады. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек жолы, Батыс Қазақстан облысынан. Елімізде жүк көлігі жүргізушілеріне 100 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл туралы арнайы жүргізілген рейд барысында белгілі болды. Шара басталғалы бері 293 ереже бұзу дерегі анықталған. Айыппұл арқалағандардың басым бөлігі Маңғыстау, Ақтөбе және Жетісу облыстарының жүргізушілері. Олардың басым бөлігі жол қозғалысы, жүк тасымалдау, рұқсат етілген салмақ өлшемі ережелерін бұзған. Айта кетейін, елде 450 мыңнан астам жүк көлігі тіркелген. Шалғайдағы ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсету мақсатында жолға шыққан Саламатты Қазақстан пойызы бұл күнде жер-жерді аралап жүр. Білікті мамандардан құралған бригада биыл 100-ден астам станцияға аялдап, 90 мың адамға қызмет көрсетуді жоспарлап отыр. Жылжымалы кешен осы айда еліміздің солтүстігіне барады, осылайша теріскейліктерде тегін тексеруден өте алады. Аймақтан Самат Қайырденұлы әңгімелейді. Саламатты Қазақстан пойызы 2010 жылдан бері жолда жүр. Бригаданың құрамында хирург, онколог, мамолог, кардиолог дәрігерлер бар. Барлығы 30-ға жуық маман ауылдағы ағайынға медициналық қызмет көрсетеді. Шілде айының 24-нен бастап олар солтүстік Қазақстан облысында болып, 5 ауданда 7 станцияға аялдап, тұрғындарды қабылдайды. Станцияға тоқтаған кезде жақын маңдағы ауылдарда мысалы ауыратын науқастар болса, инсульт бойынша мысалы невропатологты пойыздың дәрігерлері бригаданы жібере алады. Ол үйге барып, мысалы, зертханашыны да жіберіп, қан анализін алуға және тағы басқа анализдерді тапсыруға болады. Оның барлығы бір күнде анализдері дайын болып, қалай емдеу жолын бәрін дәрігерлер көрсете алады. Пойыз соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жарақталған УЗИ рентген аппараттары бар. Кез келген адам барып толық тексеріле алады. Бастысы барлығы тегін. Осылайша ауыл халқы білікті дәрігерлердің көмегіне шағын хирургиялық операция мен тістерін емдетуге де мүмкіндік алады. Өткен жылы Жамбыл ауданындағы
Бауман станциясында 220 адамды қабылдаған. Оның ішінде ең көбісі 50 жастан асқан егдегі жастағы адамдар және де диспансерлік есепте тұрған адамдар. Сонымен қатар 5 жасқа дейінгі балалардың қатары көп болған. Бұл дегеніміз ауыл адамдарының өздерінің денсаулықтарын жақсартуына, жалпы қандайда бір кеңес алуға мүмкіндік тудырады. Сонымен қатар бізде жергілікті аудандық ауруханалардың психолог мамандары барып та көмектеседі. Теріскейде әлі күнге дейін дәрігерлер тапшы. Қазір аймақта 100-ге тарта маманның орны бос тұр. Сондықтан жалғыз фельдшерге күні қарап отырған ауылдықтар үшін бұл жақсы мүмкіндік. Бұдан басқа пойызда заңгерлер мен медиаторлар жұмыс істейді. Олар тұрғындарға құқықтық кеңес береді. Жалпы әлеуметтік жоба президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен жүзеге асып отыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Әзірге айтарымыз осы. Келесі көретіндеріңіз «Новое время» эфир тізгінде әріптесім Ульяна Ашимова. Ульяна, кеш жарық. Қайырлы кеш, Ануар.